Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні. 77-ші сабақ шығыс септігі. 62-ші жаттығу ертегіні тыңда. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкеп, бір-бірден бөліп берді. Ең кішісі сұр көжек, маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін деп ұртын бұртитты. Сәбіздің түп жағында бұршақтың үлкендігінде 2-3 бүртігі бар екен. Оны басқа бір көжек қағып алды да бірақ асады. Сұр көжек аш қалды. Ата соған, солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады деді. Авторы Мұзафар Әлімбай. Мәтін мазмұны бойынша төменде берілген тапсырмаларды орындаймыз. Ертегідегі нақыл сөзді тауып мағынасын талқылаңдар. Өкпелеген үлесінен құр қалады. Бұл жерде балалар өкпе реніштің адамға зиянынан басқа ештеңе әкелмейтінін айтып тұр. Менсінбеушілік, мансап, несібегінен айыруы мүмкін. Көжектердің қуанғанын, ренжігенін ишара арқылы көрсетіңдер. Оны енді өздерің сабақта көрсетулеріңе болады балалар. 63-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. Аттан биік, қойдан аласа. Жұмбақтың шешуі ер-тоқым. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, олардың қай септікте тұрғанын айт. Мұндағы қарамен жазылған сөздер аттан және қойдан сөздері. Аттан, неден, қойдан, неден деген сұрақ қойылады. Яғни, кімнен, неден, қайдан деген сұрақтар шығыс септігінің сұрақтары екен. Бұл сөздер, яғни шығыс септікте тұрған сөздер. Ал олай болса балалар, ережені мұқият тыңдап, есімізде сақтап алайық. Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөзге нан, нен, дан, ден, тан, тен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. 64-ші жаттығу мәтінді көшіріп жаз. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді, топ-тобымен жайылады. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Қауіп төнсе, лезде көзден ғайып болады. Авторы Шернияз Серімбетов. Мәтіннен шығыс септігіндегі сөздерді тауып астын сыз. Балалар, шығыс септігінің сұрақтарын қоямыз. Қайдан? Қақтан. Неден? Суаттан. Неден? Көзден. Яғни осы сөздер шығыс септігіндегі сөздер. 65-ші жаттығу сызбадағы жалғауларға сай келетін зат есімдерді тап. Бұл сөздерге шығыс септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір. Қояннан, өзеннен, кітаптан, өрттен, судан, теңізден. Жалғауларға сай келетін зат есімдерді осылай қойып шықсақ болады. Жалғаулардың әртүрлі жалғану себебі, егерде түбір сөз жуан дауысты дыбыстардан жасалған болса, жалғанатын жалғау да жуан дыбыстардан жалғанады. Ал егер түбір сөз жіңішке дауысты дыбыстардан жасалған болса, жалғанатын жалғау да жіңішке болады. 66-шы жаттығу көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қойып, мақал мәтелді көшіріп жаз. Ақыл жастан шығар, асыл тастан шығар. Отан оттан дастық. Бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар. Барлық өнерден сөз өнері күшті. Тиісті жалғауды қойып көшіріп жазамыз. Бір-біріне түсіндіре отырып сөйлем мүшесіне талдаңдар. Шығыс септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар. Мақал мәтелдің мағынасын топта талқылаңдар дейді. Бірінші мақалда ақыл жастан шығар, асыл тастан шығар. Адамға ақыл бала кезден қонады, ал қымбат асыл дүниелер алтын, күміс, гауһар секілді тастан шығады. Балалар, мұндағы шығыс септігіндегі сөздер жастан, тастан деген сөздері неден деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде толықтауыш қызметін атқарып тұр. Екінші мақал отан, оттан дастық. Мақалдың мағынасы балалар, туған жер әр адам үшін әр қашан қымбат, ыстық. Мұндағы шығыс септігіндегі сөздер оттан, неден деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде толықтауыш қызметін атқарып тұр. Үшінші мақал бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар.
Бұл дегеніміз балалар бірігіп бір істі бітіру деген мағынада айтылып тұр. Бұл жердегі шығыс септігіндегі сөздер жеңнен, жағадан сөздері қайдан деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Төртінші мақал барлық өнерден сөз өнері күшті. Бұл мақалдың мағынасы сөз өнеріне ақындық, жазушылық, айтыс өнері жатады. Осы өнер түрі басқа өнер түрлеріне қарағанда күрделі. Мұндағы өнерден шығыс септігіндегі сөз неден деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде толықтауыш қызметін атқарып тұр. 67-ші жаттығу берілген сөздердің шығыс септігінде тұрған дәлелде. Арайлымнан, өрістен, теңізден, кітаптан. Ол үшін алдымен өсі сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра, содан соң сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде. Арайлымнан үй жұмысын алдым. Өрістен мал келе жатыр. Теңізден көрер қызық көп. Керек білімнің бәрін кітаптан табуға болады деп сөйлем құрасақ болады. Арайлымнан, өрістен, теңізден, кітаптан сөздері шығыс септігіндегі сөздер. Өйткені олар кімнен, неден, қайдан деген сұрақтарға жауап беріп, нан, мен, ден, тан деген шығыс септігінің жалғаулары жалғанып, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.